Жасушаның зақымдануының жалпы механизмімен танысайық. Олар бізде бірнешеу бары олардың жасушаның зақымдануының механизмдері. Бірінші ол бізде мембрананың бұзылысы. Мембрана бұзылысы және ферменттік жеткіліксіздік. Ферменттер де жұмысын дұрыс атқармайтын болады. Екінші, бұл бізде АТФ-пен қамтамасыз ете алмау. Яғни АТФ деген не ол бізде? Энергия. Энергияны тиісінше мөлшерде өндіре алмаса да жасушаның зақымдануына алып келетін болады. Үшінші, ол бізде иондар мен судың дисбалансы. Мысалы, жасушаның ішіне натрий өте көп көбейетін болса, натрий өзімен жасуша ішіне суды ала кіреді. Сол кезде жасуша ішілік ісіну пайда болады. Соның әсерінен ол жарылып та кетуі мүмкін. Одан кейін төртінші, ол бізде генетикалық проблемалар. Бесінші болса, ол бізде функцияның жасуша атқаратын қызметінің реттелмеуі. Жасуша қызметін қалай болса солай істейді. Содан кейін ол да жасушаның зақымдануына алып келетін болады. Енді мембрананың зақымдануына келетін болсақ, мембрананың зақымдаудың да өзінің жолдары бар. Ол бізде маттың активтенуі. Мат деп отырғанымыз майдың асқын тотығуы, майлардың асқын тотығуы десек те болады. Енді екінші, ол бізде фосфолипаз, протеаз секілді ферменттердің шамадан тыс активтеніп кетуі. Үшіншісі болса, ол бізде осмотикалық, оны біз механикалық деп атасақ болады, жасушаға осмотикалық қысымның әсерінен мембрана зақымданатын болады. Төртінші, ол бізде иммунды жол. Енді біз осы жерде майдың асқын тотығуын деп атаймыз, бұны мат деп атасақ болады. Бұл мат деген жаңа айтып өткендей бос радикалдар, оттегінің шамадан тыс көбеюі осы маттың активтенуіне алып келеді. Сәулелер бар, химиялық қосылыстар бар, ауыр металдар, фосфор, гербицид, пестицид, гипероксия, жаңағы оттегінің шамадан тыс көбейіп кетуі. Стресс жағдайында мат іске қосылатын болады. Бұл маттың қосылуы деп отырғанымыз, былайша айтқанда, бізде жасуша сыртында бифосфолипидті қабат екенін бәріміз білеміз. Бифосфолипид деп тұрық. Значит, ол жерде бізде май бар деген сөз. Сол майлар өзінің өзі тотығады, и мембранада тұрақсыздық пайда болады. Соның әсерінен мембрана бүлініп, жасушаға бөлінеді. Жасушаның іші сыртқа шығып кетеді, былайша айтқанда. Оған қарама қарсы шығатын заттар ол бізде антиоксиданттар деп аталады. Оларға бізге антиоксиданттарды жаттап алу керек негізінен. Антиоксидант жатады, витамин А жатады, витамин Е жатады. Одан кейін НАДФ H2 жатады, биохимиядан білеміз. НАДФ H2 және NADH2 жатады бізде соның қасындағы. Простагландиндер, катехоламиндер, ауыспалы валенттегі металдар, каталаза дейтін фермент. Каталаза. Одан кейін құрамында күкірті бар бізде амин қышқылдары бар ғой, немесе белоктар бар, солардың барлығы осы антиоксиданттар болып саналады. Цистеин жатқызсақ болады ондай бір амин қышқылдарына. Глютатионды жатқызсақ болады. Церулоплазминді жатқызсақ болады. Осындай бір 10 шақтысы бар, осылардың барлығын жаттап алған дұрыс. Міне, осы заттар маттың болдырмауына себепкер болады.
кейде біздің организміміз жаңағы биологиялық процеске қатысатын болғандықтан үнемі бір зат өндіріп жатады немесе бір зат құрастырып жатады. Сол кезде оттегін пайдалану болады. Сол оттегін артық пайдалануынан осы бір асқын тотығуға ұшырайды. Осыны біз баланста сақтап тұру үшін осы антиоксиданттарды қолданамыз. Мысалы витамин А, витамин Е, бұлардың не үшін қолданатын витаминдердің қажет екенін енді түсініп жатырмыз. Маттың әсерінен физика химиялық құрылысы бұзылады, жаңа айтып өттік. Биохимиялық құрылысы өзгеріп кетеді. Белоктық, липидтік қабаттардың барлығы өзгеретін болады. Келесі ол бізде екінші фосфолипазда және протеаза дейтін ферменттердің белсеніп кетуі. Олар не үшін белсенеді? Бұларға да себеп болатын ол бізде бос радикалдар. Бос радикалдар бар, лизосомалық ферменттер бар. Солардың мембранасының құрылысының өзгерісінен де жасушаның мембранасына келіп әсер етеді. Одан кейін ишемия жатқызсақ болады. Ишемия деп отырғанымыз шеткі органдарға, мысалы қан тамыр, мынау бізде орталық болсын, мынау шеткі жақ болсын, шеткі жаққа қандар еркін бару керек. Еркін бармай мына жерден бір қысылып өтетін болса, онда бұл бізде ишемия деп аталады. Ишемия ол кезде бізге қоректік заттар және де оттегі аз барады. Осыны біз ишемия деп атаймыз. Одан кейін улар. Жыланның уы бар бізде, араның уы бар. Соның барлығы әсер ететін болады. Сол кезде жасуша мембранасы фосфолипаза белсенеді. Фосфолипаза белсенгеннен кейін мембрананың өткізгіштігі артады. Мына бүйтіп жазайық оны. Это этиологиялық фактор. Фосфолипаза активтенеді. Фосфолипаза активтенеді, мембрананың өткізгіштігі артады. Өткізгіштігі артады. Ары қарай бізде оның ішінде кальций немесе натрий жинақталып қалатын болады. Ары қарай қанға цитоскелет бізде бұзылатын болады. Үшіншісі ол бізде осмотикалық деп отырғанымыз негізінен 280-290 болу керек нормада. Осмотикалық деп отырғанымыз қанның ішінде мысалы бізде натрий бар, глюкоза бар. Осының барлығы өзімен бірге суды тартып алып жүретін болады. Осыны біз осмотикалық қысым деп атаймыз. Сонымен қатар альбумин бар. Жасуша ішіндегі осмостық қысым төмен, ал жасуша сыртындағы осмостық қысым жоғары болатын болса, онда жасуша ішіндегі судың бәрі сыртқа шығып кетеді. Жасушаның ішіндегі судың бәрі сыртқа шығып кетеді, и ол бүріседі. Наоборот болады, мысалы жасушаның осмостық қысымы жоғары сырттағы осмостық қысымнан, ондай болса, сырттағы сұйықтықтың бәрі жасушаның ішіне кіретін болады. Жасушаның ішіне кіреді барлығы. И жасуша ісінеді. Бұл ісініп қоя салмайды ғой. Ісінеді. Ары қарай бізде цитолиз болады. Біз иммуногенді зақымдануды айтамыз. Иммуногенді зақымдануға ең бірінші себеп ол бізде антиденелердің жасушаның сыртындағы мембраналармен байланысуы. Бізде антидене бар. Дұрыстап салайық. Осындай антиденелер бар. Бұлар бізде мысалы жасушаның сыртымен барып байланысады. Бұларға бізде комплемент дейтін жүйе бар бізде. Сол комплемент жүйелері әсер етіп кететін болса, онда біз жасушаның мына жерін тесетін болады. Тағы да бір жасушаның зақымдануы болып бізде пайда болады. Және
дене түзіледі. Антиденеге мына жеріне антиген келіп тұрса да бұл өзімен өзі әсер етіп жасушаны құртатын болады. Бұндай жағдайлар көбінесе аллергия жағдайында болады, не болмаса аутоиммунды ауру жағдайында болады. Сонымен қатар бізде макрофагтар бар. Макрофагтар, оларды қателесетін болса, көзіміздің организміндегі жасушаларды жұтуы мүмкін, фагоцитоздауы мүмкін. Жаңа аллергия деп отырғанымыз, мысалы бір дәріге аллергиясы бар. Мысалы бізде эритроциттің бір өзіндік бір рецепторлары бар мембранасындағы. Сол дәрі келіп мына жерге отырған кезде антиген ғой мына дәрі бізде. Сол антигенмен антидене байланысады, гаптенмен байланысады. Біз толымсыз аллергенді біз гаптен деп атасақ болады. Организмнің ішіндегі белокпен бірлескен кезде реакция беретін затты біз гаптен деп атасақ болады. Бізде ФАП және FC1 дейтін, FC және ФАП дейтін бөлігі бар. Біз соны антиденемен байланыстырамыз. Антидене келеді, өзінің реакциясын орындаған кезде бірге жасушаны да жоқ қылып жіберетін болады. Гемолиз, цитолиз деген реакция осы жерде жүреді. Сонымен қатар лимфоциттер бізде перфорин деген заттар бөледі. Өте күрделі заттар. Перфорин мынаны бұзады, тағы да бұзады жасушаны. Одан кейін лизосомды ферменттер бөледі, нейтрофилдерді айтсақ болады. Нейтрофил түйіршікті лейкоцит деп атаймыз. Одан кейін лизосомды ферменттерін бөлген кезде ол бізде жасушаны жоятын болады. Ары қарай біз энергия алмасуының жеткіліксіздігінен зақымданып бұзылуын айтамыз. Мысалы АТФ-тің жаңа төмендеуі деп айттық. АТФ бізде қайда өндіріледі? Ол бізде митохондрияда өндірілетін болады. Осындай кристаллары болады бізде митохондрияның. Осы жерде АТФ-тер өндірілетін болады. Демек, оттегінің аз түсуі, немесе метаболизмге қатысатын заттардың аз түсуі, митохондрияның дұрыс жұмыс жасамауы, осының барлығы, және тіндік тыныс алу дейтін бар. Биохимиядан білетін болсаңыздар, тіндік тыныс алу ферменттері, ситохромоксидаза дейтін ферменттер бар, оның неше түрі бар бізде. Солардың жеткіліксіз жұмыс жасауының нәтижесінде АТФ бізде төмен өндірілетін болады. Өте төмен. Содан бізде келіп шығады. Мысалы АТФ төмен. Осыдан патогенез жасайық. АТФ төмен бізде. Жасуша бір қандайды бір затты анаболизм жасайын десе, катаболизм жасайын десе, жалпы синтез жасау мүмкін емес болады. Синтез төмендейтін болады. Одан кейін біздің жаңағы атап отқан бәрі репарациямыз, тағы да жасушаны түзеу, мембрананың өткізу қабілеті, барлығы энергия қолданады. Осы жерден бір репарацияның төмендеуі деп айтайық. Репарациядан келіп шығады бізде жасушаның бөлінісі. АТФ төмен болғандықтан жасуша анаэробты гликолизге өтеді. Соның әсерінен бізде лактат көбейеді. Лактат көбейгеннен кейін ағзада ацидоз пайда болады. Ацидоза жасушаның бөлінісіне алып келетін болады. Жаңағы жасушаның мембранасындағы иондар өткізіп тұрады. Натрий ішке кіреді, калий сыртқа шығады, калий ішке кіреді, натрий сыртқа шығады, кальций кіреді. Барлығы бізде АТФ-терді қолданады. 2-3 немесе бір кіргенде 2 АТФ кетіп қалады. Соның әсерінен бізде иондық каналдардың дұрыс жұмыс жасамауы болады. Дұрыс жасамайды. Одан кейін бізде иондық дисбаланс пайда болады. Иондық дисбаланс, жаңағыдай натрий жасушаның ішінде толып қалатын болса, жасуша ісініп жарылатын болады. Кальций кіріп кететін болса да,
онда ол кезде тағы да бір жасушаның зақымдануы пайда болады. Ишемия жағдайында жасушаның бүлінісі. Жаңа айтып өттім сіздерге, ишемия дегеніміз қоректік заттың не болмаса оттегінің шеткі тіндерге аз баруы немесе бармай қалуы. Ишемиядан бізде гипоксия не болмаса аноксия пайда болады. Аноксия дегеніміз оттегінің мүлдем түспеуі. Аноксия жоқ дегеніміз митохондрияда электрондардың ауысуына жағдай жоқ деген сөз. Митохондриядағы бүлініс. Бүлініс пайда болады. Одан кейін бізде энергияның түзілуі төмендейді, жаңа айтып кеттік. Энергияның түзілуі төмендегеннен кейін жаңағы иондық дисбаланс пайда болады бізде. Сол иондық дисбаланстан бізде жаңағы кальций деген ионның жинақталып қалады. Жасуша ішінде, цитозольда, цитоплазмада деп айтайық. Одан кейін кальций кальмодулин деген жүйе бар. Оны біз БХ-дан, биохимиядан білу керекпіз. Кальций кальмодулин жүйесі түзіледі. Одан кейін фосфолипаза, жаңағы алда айтып кеткен біздің фосфолипазамызға барамыз. Сол бізде кальций кальмодулин жүйесі фосфолипазаны активтейтін болады. Одан кейін фосфолипаза активтенгеннен кейін бізде мембрананың бүлінісі пайда болады, фосфолипидтердің ыдырауы пайда болады. Бүлінісі, одан кейін былайша айтқанда коагуляционды некроз деп атаймыз бұны. Келесі ол бізде иондық дисбаланс. Жаңадан бері айтып отырық, иондық дисбаланс ол бізде мембрананың зақымдануынан болады, жаңа фосфолипаза ферменттерінің артып кетуі, не болмаса энергетикалық дефицит, атып жетіспеуі. Осындай бір екі этиологиялық факторы бар. Мембрана әрекет потенциалы төмендейтін болса, бізде мембранада біріншіден гиперкалемия. Калий сыртқа өте көп шығып кетеді, қанға шығып кетеді. Гиперкалиемия деп атаймыз. Одан кейін натрий және кальцийдің жасуша ішінде көбеюінен осмостық қысымы артады, жаңа айтып өткендей. Одан кейін жасуша ішілік қысым жоғарылайтын болады. Мембраналық дисбаланс болғандықтан калий бізде жасуша сыртына қарай көптеп шығады. Содан бізде гиперкалиемия пайда болады. Гиперкалиемия. Мынаны шатастырмаймыз. Емия деген сөздер болса, ол қанға шықты деген сөз. Жасушада емес, қанға шықты. Одан кейін натрий және кальций екеуі жасуша ішіне қарай енеді. Жасуша ішіне қарай енеді. Одан кейін бізде жаңағы осмостық қысым көтеріледі. Осмостық қысым көтерілгеннен кейін ісіну пайда болады бізде. Міне, одан кейін жасуша тағы да бүлініске ұшырайтын болады.